сіздерге диктантты сауатты қатесіз жазу деп аталатын методикамды ұсынбақшымын. Сауаттылық білімділіктің бастауы. Бастауыш сыныпта жазу дағдысын қалыптастырудың 3 кезеңі бар. Біріншісі элементтік кезең, екіншісі әріптік кезең, үшіншісі әріптерді жалғастырып жазу кезеңі деп аталады. Осы аталған 3 кезеңде менің авторлық методикамда толығымен қамтылған. Осы 3 кезеңді басшылыққа ала отырып, мен бірінші сыныпқа арналған мен сауатты жазуға үйренемін деп аталатын кітапша шығардым. Онда элементтік және әріптік кезеңдер қамтылады. Ал екінші, үшінші, төртінші сынып оқушылары